мұсылмандарда ораза ұстайды, осы бұйырса сонда 3 түрлі адам болады ораза ұстайтын. Біз соның біріншісіне сақ болуымыз керек. Айтады, бірінші адам дейді, ішіп жеуін тоқтатады дейді. Бірақ 12 мүшесі сол бұрынғы әдетін тоқтатпайды дейді. Ұрып соғу, боқтау, балағаттау, емесі көзіменен әртүрлі күнәлік іске қарау, ғайбат айту, өсек айту, жаңағы уақыт өтсін деп бір-біріменен карта ойнау, яки болмаса айтайық мысалы әңгіме дүкен қылып біреу жамандау, енді уақыт өткізу керек қой. Ана 12 мүшесі бұрынғы әдетін жасайды. Тек аузын ғана босатады, тыяды болды. Екінші адам болады дейді. Аузын тыяды дейді. Және де 12 мүшесін тыяды дейді. Яғни бір нәрсесін жоқ, мен оразам болды. Күнә істемейді, өсек айтпайды, ешкімнің ала жібін аттамайды, тып-тыныш жүреді. Мысалы, темекі шеккен болса, темекісін тоқтатады. Мысалы, бұрын жаңағыдай боғауыз сөз айтатын болса, мен оразам қойбай, Құдай кешірсін деп қоя қояды. Мысалы, ол уже 12 мүшесін тоқтатты.